соткаға қатысты өзіңізді іздеңізші қазір. Ол кетіп қалса не жаман болады? И сосын жауабын тауып көріңіз. Мынандай болады да, көп адамдар ана миы қарсыласып, ой, кетіп қалса қайта жақсы емес па? Мен қайта соны қалап жүрмін ғой кеткенін дейді, Ол деген ол уже өзінің ішкі әлеміне үңілмеген деген сөз. Ол просто ақпарат санадан ғана тауып алды деген сөз да. Бірақ түп санада атып шығады кедергілер. Бір қызығы бар ғой, біздің ішімізден бар ғой, мен уже мысалға да терапия жасап жатам ғой адамдардан. Өзіңізден сұраңыз, бұл кезде сіз нешеде болдыңыз, бұл кезде қандай оқиғалар болып жатыр деген секілді нәрселерді сұраймыз ғой. Адамнан бүткіл ақпарат өзінің ішінен шығады ғой негізі. И тура сол секілді бізде де тоже мына қазіргі таңда неге терапияға кірмесек те өзімізден сұрасақ шығады. Шықпайды ғой сол дейді. Мен сізге айтып отырмын, Айсұлу, сол үшін де сіз бір рет менің жаңа жеке қабылдауымнан өтіп алыңызшы. Сол кезде сізге уже мына нәрсені пайдалану өте жеңіл болады деген. Прям сондай ниеттемін и ойым соған сеніп тұр. Түсініп тұрсыз ба? Шығады ол еще как шығады. Маманнан бір рет өтіңіз, и одан кейін сізге иншаллах осы миды сендіру инструменті ұзақ жылдарға иншаллах пайдасы тиіп отырады. Гүлнұр, жазасыз ба? Чесотка деген ол кімде? Или балада болса, мысалға, оны да тоже жазыңыз, иә? Сіздің жаныңыз батып жатса, оны да айтыңыз. Сабақта да түсінбедім түк дейді. Иә, сіз өйтіп айтпаңыз, қараңызшы, сіз сабақты түк түсінбедім деген сайын, сіздің кешегі маған айтқан ақпараттарыңызды, кішкентай ақпараттың өзі, бұл негізі сіз үшін үлкен нәрсені шешіп отыр ғой негізінде ше. Сол үшін де сіз түк түсінбедім деп айтпаңыз. Бір жағынан бұл, конечно, ауыр ақпарат. Иә, ол жағынан мойындаймын, ауыр ақпарат, иә. Бірақ сіз все равно айтады да, жаңағы кішкентай нәрсені көре алсаң, значит, оның ажанда үлкен де көресің деп айтады ғой. Сол секілді түк түсінбедім деген сөзді айтпаңыз. Пока маған түсіну қиын болып жатыр деп айтсаңыз, ол кезде уже басқаша. Түсіндіңіз ба? Так, балам дейді. Балаңыз да, и ол кімнің жанына батып жатыр, Гүлнұр? Балаңыз нешеде, және ол кімнің жанына батып жатыр? Тек тәубе ғана мощный шықты, соған қатты қуандым дейді. Өте қуаныштымын. Мына кішкентай болса да, нені көре білу керекпіз ғой ше, жақсылықты. Кішкентай нәрсе болса да, біз жаңағы Алланың берген ризығын көре білуіміз керек та. Біз сонда кішкентайға қуансақ, Алла Тағала бізді одан арман қуантып қояды ғой. Одан да үлкен нәрсемен қуантып қояды да. Сол үшін де бәріміздің жанымызға, бәріңіздің жаныңызға батады. Бірақ соның ішінде, мысалға да, сіз мамасы ретінде, ең бірінші жаныңызға батып жатқан сіздің болуы мүмкін, бірақ болады кейде мамасы кішкене, бір кетіп қалатын шығар деп отыратын мамалар болады да, әкесі деген ойбай жоқпын, көрсетеміз, өйтеміз, жанталасып жүретіндер де болады. Бірақ соның ішінде, егер күйеуіңізге де, сізге де батып жатса, значит, сіз мамасы ретінде сіз не істей аласыз да, жұмыс жасай аласыз. Мысалға, балаңызда сол Дамира сәлем, балаңызда толық жаңағы несі жазылып кететін болса, балаңыздың үстінде чесотка жазылып кететін болса, не жаман болуы мүмкін. Ал енді осыған ақпарат іздеп көріңізші өзіңізді. Елестетіңіз, прям жоқ уже балада жазылып кетті, вообще жоқ уже. И не жаман болуы мүмкін осыған қатысты. Күйеумеше дегенде қалай түсінуге болады? Сіз анасыз ғой. Көп жағдайда ана қатты не істейді. Мен айтып жатырмын жаңа. Егер де мамасы, анасы мысалға да кішкене жеңіл қарайтын болса, ой, құрсын кетіп қалады деген секілді қарайтын болса, ол кезде күйеуіңізге әсер етуі мүмкін да, уже ол кісі жүгіріп жататын болса, значит, сол кісімен жасау керек болады да. Бірақ бұл жерде енді екеуміздің де жанымызға батып жатыр дегеніңізге қарағанда, по-любому ананікі бәрібір де күштірек болады деген ойдамын. Сол үшін де күйеуіме қатты батсашы дейді. Жоқ, бірінші сіз өзіңіздің тарапыңыздан жауап беріңіз, и одан кейін күйеуіңізден сұрап көресіз, жақсы ма? Сол үшін де сіз бірінші өзіңіздің тарапыңыздан жауап беріңіз, анасы ретінде. Өйткені сіз 9 ай көтеріп өмірге алып келген ұрпағыңыз ғой.
Ақмарал деген құдаша сияқты ғой. Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Сонымен, бір нәрсе таба алдыңыз ба, Гүлнұр? Қыздар, өздеріңіздің осындай жаңағы нелеріңізге қатысты сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Немесе біздің жаңағы ақшаға қатысты біздің немізді жеке жұмыс қанша дейді. Жеке жұмыс қазір менде түк шықпады ма? Жеке жұмыс қазір менде жеңілдікпен 20 000 теңге. Бірақ та мен 30 000 теңгеге жасап жүрген болатын, қазір 20 000 теңге. Сондықтан да 20 000 теңгемен бір рет жазылып, заты өмірлік не алып алыңыз, Айсұлу. Так, түк шықпады. Неге шықпай жатыр? Сіз, значит, тырысып атқан жоқсыз. Десем, қатты жаныңызға батып кете ма? Шығады негізінде. Бір нәрселер бар, мысалға да, может быть, ол үшін может сізге мына жерде ашыламай отырған шығар, жекеге жазылып көріңіз. Еще балаңыздың жасы нешеде? Біз бала арқылы да жасаймыз. Мен айттым ғой жаңағы, мен өзімнің 13 жасар қызыма травмасын мен оны көріп қалдым дағыны. Мен мамасы ретінде, мен қызымның атын атап, мен 13-темін деп, сөйтіп өз-өзіме былайша кезінде жасадым. Сол секілді де біз жасаймыз. 3-те, иә. Негізінде 3 жаста болса, негізі сізбен көру керек та, егер сізден ештеңке шықпаса, онда бала арқылы да көруге болады да. Мен 3-темін, менің, мысалы, баланың атын айтасыз, баланың аты кім, мысалға, Ерқанат дейді, мысалға да. Мен Ерқанат, жасым 3-те. Менің үстімдегі шығып жатқан чесотка немесе жара бала қалай қабылдайды, сол маған қандай қиындықтар туғызып жатыр деген секілді нәрселерді табуға болады бұндай жағдайда ше. 3 жасар баладан. Ал енді жалпы сіз егер менің алдыма келетін болсаңыз, біз сіз арқылы іздейміз, не себепті осы нәрсе шығып жатыр. Ал егер сіз арқылы таба алмасақ, онда біз бала арқылы іздейміз. Бұл нәрсенің жауабын ше. Түсіндіңіз ба? Сол үшін де бұндай жағдайда дұрысы жаңа немен жеке қабылдауға. Өйткені бар ғой, бұл нәрсе бекерден бекер мысалға да шығып атқан жоқ. 3 жасар балада, иә. Значит, бұның ар жағында бір нәрсе бар деген сөз. Оны сіз таба аласыз. Иә, оны деген жаңағындай жеке қабылдаулар арқылы табуға болады. Мен кешегі неде эфирде айттым, егер сіздер болған болсаңыздар, жаңағы маған бір денсаулыққа қатысты бір кісі келді, онда же мен негеде то есть рилс қылып та салдым. Ол кісіде не болды? Ол кісіде 2009 жылдан бері үстінде анандай не бар? Красная волчанка деген нәрсе шығып кеткен ғой. Ойлаңызшы, 2009-дан қазір 18 жыл болайын деді. И соның біз себебін таптық қой сол арқылы. Осы нәрсе арқылы ше. Сондықтан да сіз ол жағынан вообще не істемеңіз, уайымдамаңыз. Бұл нәрсенің ар жағында сізге бір белгісі болып тұруы да мүмкін. Сондықтан да ыңғай келсе, жекеге өтіп, жазылып осы нәрседен құтылуға тырыссаңыз, иншаллах құтыласыздар деген ойдамын. Осы салада жүргеніңізге қанша болды? 1,5 жылдан асты осы салада жүргеніме. Ал енді миды сендіру инструментін осы салада 1,5 жыл жүрген неммен жасадым ғой. Оған 1 ай болды инструмент жасағаныма. 1 айдан бері қаншама адамға эксперимент жасап, қазір мен сол нәрсемен разбор жасап жүрмін да. Мен негізі терапиям 50 000 теңге. Терапиям жалпы ше, біз терапияны 2 сағаттық уақытқа жасаймыз. Кәдімгідей түпсанаға кіреміз. Ол кезде мысалы терапия жасайтын болса, мен сіздің жаңа балаңыз арқылы жасап мәселені табамыз негізінде ше. Ол кәдімгідей күрделі процесс терапия деген ше. Ал мен қазір разбор жеңіл жаңағы не жұмыс есесіне ол терапия секілді түпсанада қаншама ақпараттарды алып не қыла алады да, бізге ше қажет ақпараттарды шығарып бере алады. Сондықтан да мен қазір 30 000, 20 000 деп жатқаным бұл разбор. Разбордың өзінде де Аллаға шүкір қаншама адамға осындай біз пайдалы ақпарат, то есть көмектесе алдым осы разбордың арқасында да ше. Сондықтан да соның бағасы сондай арзан болып тұр. Атак мен 50 000 теңге жасаймын терапияны. Мә Жазира, семіздікке қайт табам сонда дейді. Ақмарал, мен құдаша қыз баяда есіңде ма? Біз сенімен
біз сенімен жасағанбыз, сол кезде мен қазір есімде, сенің семіздігің саған өзіңе үлкен қызмет атқарып жатқаны қазір есіме түсіп жатыр, мен ұмытпаймын ондайларды деген ба. Сол кезде сен айтқансың, балалық шағымда бұл нәрсе маған керек болды деп ше. Сол керек болғандықтан бұл семіздік саған миың, былай айтқан кезде біздің миымыз бар ғой, анандай не ше, ақпарат болды уже, не актуальный деген нәрсе жоқ мида ше. Жақсы, мида не актуальный деген нәрсе жоқ. Яғни миымызда, біздің балалық шағымызда бір нәрселерді, мысалға жаңағы именно осы құдаша қызымды айтайын, Ақмарал балалық шағында жаңағы ағасы бұны барынша мықты болуға үйреткен. Бұл күшті болсам, мықты болсам, бәрін жеңем деген секілді, ер бала секілді өседі. И сол кезде бұл қызда миында жаңағы түпсанада жазылады. Мен ірі болсам, мен жаңағы не дейді, здоровый болсам, мен мықты болам, мен күшті болам деген нәрсе бар да. И содан кейін бұл нәрсе сол кезде түпсанаға жазылып қалды. Оның жасы нешеге келсе де, мысалы қазір ол әжептәуір 40-тың маңайындағы әйел да, мысалға да, қазіргі таңда оған здоровый болу, жаңағы не деп айтады, мынандай мықты болу керек емес шығар да, бірақ ми ажыратпайды. Ми сол кезде жазып алады, ми кәдімгідей программа жасап алады дағыны, и сол программамен айдай береді, жоқ біз мықты болуымыз керек, жоқ біз мықты болуымыз, и барлық жерде осыдан ұстана береді да. Ал енді біздің жұмыс не ол? Біздің жұмыс сол жаңа түпсанадағы жазылған программаны анықтау, бұл қайдан шықты деген нәрсені анықтау, и сосын сол программаны сол балалық шаққа қарай апарып, сол балалық шақтағы сол ситуацияда, мен осы жерде осындай керек болды, енді маған бұдан артық бұл керек емес деген секілді процестерді жасап біз, и қажет болса неше түрлі процестер бар ол жерде, соның бәрін жасаймыз дағыны. Содан кейін барып сіз мына жасқа келгеніңізде, то есть осы уақытқа масалар кіріп апты үйге, терезе ашық қалып, осы уақытқа келген кезіңізде сенде уже бұл нәрсе болмау керек та. Түсіндіре алдым ба? Сол кезде ғана ол кетеді. Сол кезде кетеді дегенде, семіздік кетеді деген сөз емес ол. Ол, яғни мидағы жаңағы функция кетеді. Ол функция, біз мықты болсақ күшті боламыз, біз дәу болуымыз керек, біз семіз болуымыз керек деген нәрсе мидағы программа кеткен кезде ғана ақырындап өміріңнен де бұл мынандай секілді да, біз мысалға да мына бір қауашақ деп айтайық, мына қауашақта гүл өсіп тұр, осы гүл жаңағындай программаны өсіріп тұр ғой, біз мықты болсақ күшті боламыз, біз керек деген нәрсені өсіріп тұр да. И сен жаңағындай, біз жаңағы жұмыс жасау арқылы, бізбен мысалы жұмыс жасау арқылы, сен уже мынаған былайшқан кезде внимание аудармай қоясың да, назар аудармай қоясың. Мына өсіп жатқан гүл өзімен өзі қурайды, уже бұл түсінеді, бұл уже бізде бұл нәрсе мида уже керек емес екенін түсінеді да, ақырындап сенің өміріңнен жоғалады ғой негізінде ше. Вот осындай күрделі процесс бұл. Енді бұл бүйтіп айта салғанмен бұл оңай емес, айта салғанмен кетпейді. Жеңілу деген программа болмай тұр. Вот сенде жеңілу деген программа жоқ, өйткені ол программаны сол жаңағы мидан алып тастау керек. Ал сен жеңілсең, жеңіле білсең, жеңілу деген нәрсені үйренсең, жеңілу деген программаны миыңа кіргізсең, иншаллах сенде мүмкін семіздікте кетермеді да. Көрдің бе? Бізде еш нәрсе бекерден бекер емес екен. Біздің немізде жаңағы өмірімізде еш нәрсе бекерден бекер жүрмейді екен. Балам 8 жаста аллергиясы бар. Бұған да осы инструментпен көмек бере аламыз ба? Немесе аллергияның себебі басқа заттан да болады ма? Сіздің 8 жасар балаңызда аллергия қашаннан бері бар? Біз мынау инструмент арқылы бұның себебін таба аламыз. Инструмент арқылы, миды сендіру инструмент арқылы себебін таба аламыз, және ол себеппен жұмыс жасай аламыз. Жаңағы мен құдаша қызға айтып атқан ақпаратым секілді, ол бір мида жазылған программамен байланысты болуы мүмкін. Сіздің мысалға да 8 жасар балаңызға жаңағындай қыла аламыз да, сіз анасы ретінде, мен 8 жастамын, менде осындай болып жатыр деген секілді. Яғни қыздар, бір нәрсені түсініп алайықшы, бұл нәрсе біздің қолымызда тұрған инструмент, сіздегі мәселені жеңілдетеді. Мысалға, жаңағы бізде чесотка шығып жатыр деген кісіде ол нәрсе уже чесотка болса да, ол кісіде уже проблема болмайды да.
проблема болмайды, и чесоткада өзі ақырындап сол кісінің өмірінен иншаллах жоғалып кетеді. Жаңағы толып кеткен семіздіктен күресіп жүрген қызда да тоже семіз болса да өзін қабылдай алады, яғни семіздікті мәселе көрмейді, иншаллах ол да тоже ол өмірден кететін болады да. И мысалы жаңа сізде де тоже аллергиясы бар. Сіз аллергия как есть соны қабылдай аласыз. Ол қалай қабылдайсыз? Ол үшін оның жаңағындай түп санаға кіріп, оның қай жерде қандай ақпаратпен келгені, қандай ақпаратпен түп санада бекітіліп тұрғаны, ол ақпараттың сол түбіне барып не себепті қайдан келген бәрін анықтап болғаннан кейін оны сіз спокойно қабылдайсыз. Иә, содан кейін барып ол уже мына сіздің өміріңізде кете бастайды. Мысалға да сіз мына затты проблема көріп тұрсыз, и сіз мына бете бересіз ғой, ойпырмай, осыдан қашан құтыламын, ойпырмай, осыдан қашан құтыламын, бүткіл внимание, иә, ойпырмай, мынау нәрсе мен өмірімден кетпей қойды ғой, осы бір тыныштық бермей қойды ғой, осы бір маза бермей. И бұл не істейді? Бұл өсе береді, өйткені сіз осы проблеманы ойлай бересіз, өсіресіз, үлкейтесіз деген секілді. Ал қашан сіз жаңағындай бізбен жұмыс жасау арқылы программаны ауыстырып, түп санадағы программаны тауып, ауыстырып не істегеннен кейін, сіз мынаны осы күйінде оказывается, сен осы ойға бола менің өмірімде бар екенсің ғой, оказывается, осыған бола келіпсің ғой сен менің өмірімде. Жарайды дейсіз да, қоя саласыз да. Не болды? Еркенің қарашы маған. Дейсіз даған қоя саласыз, түсіндіңіз ба? Сөйтіп, сіз мынаны спокойно қабылдаған кезінде ғана, сіздің өміріңізден ол уже былайша кезде елеусіз жоғалатын болады. Ол мен айтам үнемі ар жағында нәтижені беруші Алла тағала. Ал сіз менің қабылдауыма келетін болсаңыз, мәселеңізді жеңілдетесіз. Түсіндіңіз ба? Қалай алам сол программаны? Ақмарал, Құдашағыз, сен менің жеке қабылдауыма жазыласың. Қазір менің жеке қабылдауым 20 мың теңге скидкамен, 30 мың теңге деп бастағанмын, бірақ мен скидка жасап отырмын, чтоб барынша біраз адамдарға пайдам тисін деген мақсатта. Сонымен қазір бағасы 20 мың теңге. Соған жазылып, не қылсаң өтсең болады. Сосын, Гүлжа, сәлем. И содан өткеннен кейін уже ар жағында, кәні маған жасадың ғой, мен кәні арықтаған деп жүрмейсің. Өйткені оны жаңағы айтқандай, сен тура осы қалпыңды қабылдап үйренесің. Семіздігіңді осы семіз болып тұрған қалпыңды қабылдап үйренесің. И саған ол проблема болмай бастайды. Сенде уже былайша кезінде арқаңдағы жүк түсе бастайды. Жаңағы жеңілу деген может быть программа орналады миыңда, может быть да. Қажет болса, и то ол қажет болса, мен саған сразу айта алмаймын, саған жеңілесің деген программаны орнатып беремін деп айта алмаймын. Өйткені ол саған қажет болса ғана. Оның барлығын біз сол жаңағы жеке қабылдауға келген кезінде анықтаймыз. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа мына жерде басқа да заттан болама деп жатырсыз, негізі басқа заттар себеп болады ғой. Сол нәрсенің шығуына, аллергияның шығуына басқа заттарды Алла тағала себеп қойады. Ол бір белгілі бір мақсатпен келіп тұрды, аллергия. Сондықтан да ол басқа заттар себеп болып келіп тұрды. Түсіндіңіз ба? Сол үшін де лучше жаңағындай не істеп көрген абзал. Тағы да сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, қыздар. Күшті болып жатыр бүгін эфир. Алла берсе сақтап қоюға ниеттеніп отырмын. Осындай жаңағы пайдалы ақпараттар болған эфирді сақтаған келеді. Өйткені басқа да адамдар көріп, біраз ақпарат алсын дейсің ғой. Сол үшін де тағы сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Құдашағыз, тағы сұрақ бар ма? Сәлеметсіз бе? Ақмарал, түсінікті болды ма? Сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Миды сендіру туралы айтылып қойды ма? Қайтадан айталам. Жалпы бұл миды сендіру деген инструмент деген бұл өте күшті инструмент болды. Мен сол инструментті пайдаланып, былайша айтқан кезінде қаншама запростарға не істей берем ғой, жаза берем ғой, қаншама сала берем да запростарға. Мысалы, менде осы жерде бір кісі сатып алған сабақты. Мен бір кездер саттым ғой, сол кезде сол кісі сатып алған. И ол кісі қазір айтып жатыр, маған қиын болып жатыр, түк түсінбей жатырмын деп жатыр да. Мен айтам, бір рет менің немнен өтсінші, жаңағы қабылдауымнан. Одан кейін ана программаны не істеу ол кісіге өте жеңіл болады. Ол кісіге еще повезло, қаншама адам менен алыс келіп жүр, мен әлі сатпай жатырмын оны. Мен оны сатылымды жауып тастадым, неге десе, не болып тұр, жаңа басқа адамдарға кішкене ауырлау бола екен деген мақсатта мен оны сатпай жауып қойдым дағыны, сатылымды жауып тастадым. Сол үшін де жаңа жеке қабылдауға келген адамда ғана жақсы бір нәтиже болып бастайды деймін да. В общем, Құдаша саған бару керек болып тұр. Мен де Алматыдамын ғой.
келсеңші, қызым грант егер болсыншы деп қалай миды сендіріп айтамыз. Сіздің миыңыз сенбей тұр ма қазір? Давайте былай жасайықшы. Сіздің қызыңыз грант егер болса, елестетіңізші, сіздің қызыңыз грант егер болды делік, не жаман болуы мүмкін? Ол жерде не нәрсе кедергі болып қалуы мүмкін? Немесе грант егер болды, не нәрсе болып қалуы мүмкін? Қандай қорқыныш болып қалуы мүмкін? Осыны іздеңізші миыңыздан. Давайте қазір эфирде мен сізге дәл осы сұрағыңызға не жасайық? Осы инструментті пайдаланайық. Күшті не жазыңыз. Қалай миды сендіруге болады? Бұл ми сенбей тұр да. Қараңызшы, қазіргі таңда ми сенбей тұр. Әйтпесе, негізінде, сіз пока жазамын, мен былай айтайын. Негізінде былай да, Алла Тағала негізі біздің сұрағымыздың барлығын береді. Біз Аллахтан бәтеңкенің бауында тоже сұрасақ береді. Өйткені Аллахтың өзінің сөзі бар, бәтеңкенің бауында менен сұра деп айтады. Яғни біз Аллахтан бәтеңкенің бауына дейін сұрай аламыз да. Яғни береді деген сөзді Аллах біздің сұрағымызға. Әрине ол бізге хайырлы болса, кейде бермей жатады болады. Яғни ол жерде де біз хайырлы деп түсінуіміз керек та. Сонда жаңағы грант егер болса, Аллах мүмкін грант егер болды маңдайына жазған шығар. Бірақ сіздерде қандай да бір кедергі болып, бір балалық шақтан болсын, өмірдегі біреулердің әңгімесінен естіп, бір нәрселерден өзіңізге бір кедергіні жабыстырып алатын болсаңыз, сіз осы жерде отырасыз. Түсе алмай қалса ше, андай болып қалса ше, мынандай болып қалса ше деген секілді. Сондықтан да сіз қазір осы жерде осы нәрсенің шешімін алып кетуге мен тілектеспін. Ал ол үшін сіз маған осы жерде не жаман болуы мүмкін, соны тауып жазыңызшы. Әлия Темірбек, қалыңыз қалай? Так, Гүлназ, қалайсыз? Разбор жасашы эфирде дей ма? Так, жасаймыз ба? Бұл кісіні қосамыз ба? Давайте, отырған кісілерден сұрайық. Егер де барлығы жасаңыз дейтін болса, онда сізге жасаймыз. Құдашаға жасаймыз, давайте. Кеше бір кісімен өйстіп қосқан кезімде біраз адамдар не істеп кеткен, эфирден шығып кеткен да. Сол үшін де адамдарға бұл жеке нәрсе ұнай ма, ұнамай ма, ол жағы да маңызды ше. Мен қазір бұл Балтабаева деген кісімен маған осы жерге жазса, мен сонымен жұмыс жасап берейін деп отырмын да. Жаңағы неге эфирға шақырайын еткен жоқпын. Ал оқырмандар жазыңыздар. Сәлеметсіз бе, қайырлы түн болсын. Сәлеметсіз, рахмет. Күшті эфир болып жатыр осы жерде. Давайте біз жасаңыз дейді. Бір адам кетті. Давайте келесі. Біз Балтабаева деген кісінің несін күтіп отырмыз. Қызым грант егер болса дегенді. Сіз несін жауабын жазыңыз. Сосын, так, біз осы жерде разбор жасайық па? Семіздікке эфирді. Ондай болса мен эфир сақтамаймын деген ба? Давайте айтыңыздар. Мен қазір добрый отырмын. Егер де осы жерде отырған адамдар барлығы келсе, мен Құдашаны неге шақырайындағыны прямой эфирға шақырайын, сөйтіп жасайық. Жасаңыз. Екінші адам шықты. Давайте үшінші. Күшті болып жатыр, Давайте тағы да үшінші адам. Енді бір адам айтсын, сонымен мен. Кім? Ақмырал, эфирға не істей аласың ғой, жасаңыз. Менің де қызым грантқа түссе екен дейді. Амин, түссін грантқа. Давайте, ондай болса, Ақмарал, неге жібер, запрос жібер, мен разбордан ұялмаймын ше дейді. Все, вот, ұялмайтын адам керек болып тұр ғой. Давай, Ақмарал, не жібер, немеді аты, запрос бет, видеоға қосылсаңшы. Тікелей эфирға.